Құлпынайдың адам денсаулығына пайдасы. Бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша жүрек қан тамырлары ауруларынан қайтыс болып жатқан адамдар саны күн санап көбейіп келеді. Егер бұл жемісті өзіңіздің ас мәзіріңізге қосатын болсаңыз, аталмыш аурудың алдын алуға болады. Өйткені оның құрамында холестерин деңгейін төмендететін эллаговалық қышқыл бар. Сонымен қатар құлпынайдағы С дәрумені қан тамырларын қалыпты деңгейде ұстайды. Құрметті оқырмандар, қазақ тілді арнаның дамуы үшін арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене әрекеттеріңіз бізге үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Құлпынайдың адам денсаулығына тигізер көптеген пайдасы жайлы сіз естімеген ақпараттар айтатын боламыз. Құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, сепкілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Алайда, әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге жаға беруге болады. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрсаңыз да дұрыс болады. Құлпынайдан жасалған маска безеу мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйінінен маска дайындаңыз. Себебі оның құрамында тері аурулары мен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайдағы антиоксиданттар бос радикалдарға қарама қарсы әсер етеді. Сондықтан кәріліктің ауылы алыстайды. Ол үшін түскі тамағыңызды ішіп болған соң 40 минуттан кейін құлпынай жесеңіз өте пайдалы болады. Құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. Оны тұтыну арқылы сіз белгілі бір уақыттан кейін тісіңіздің ағарғанына көзіңіз жетеді. Құлпынай көздің көруін жақсартады. Жыл өте келе көзіңіздің көруі де нашарлай түсетіні анық. Ол кезде құлпынайдағы С дәрумені органикалық қышқылдар, флавоноидтар түрлі көз ауруларына қарсы көмектеседі. Құлпынай жеп сұлулығыңызды сақтаңыз және денсаулығыңызды күтіңіз. Құлпынай шырыны және оның денсаулыққа пайдасы. Құлпынай шырынын ішу құлпынайдың пайдасын алудың бір жолы. Жемістің құрамындағы қоректік заттар ретінде құлпынай шырыны құрамында С дәрумені, фолий, калий, магний, темір, денсаулыққа өте пайдалы антиоксиданттар бар. Терінің ерте қартаюының алдын алыңыз. Құлпынайдың құрамында С дәрумені мен элла қышқылы бар. Олар терінің денсаулығына пайдалы, әсіресе ерте қартаюдың алдын алады. Құлпынай тек дәмінің тәттілігімен ғана ерекшеленбейді. Оны емдік және косметикалық қолданыста да қолданады. Құлпынайдың құрамында пайдалы заттар мол және минералдың негізгі көздерінің бірі болып табылады. Онда темір, магний, кальций, натрий, фосфор, мырыш және мыс кездеседі. Сонымен қатар құлпынайдың құрамында витаминнің толық комплексі кездеседі. А, В, С және тағы да басқа антиоксиданттардың арқасында құлпынай әсері теріге жұмсақтық пен серпімділік береді. Аталмыш тәтті әрі қышқыл жидекті тұтынған адамның көзіне жақсы әсерін береді екен. Жадының жақсаруына, ағзадағы айналым процесін жеделдететін пайдалы тұстары бар. Құлпынайдың зияны қандай? Жаңағы айтқан дәмді жидектің құрамындағы қышқылдығы ерекшелеп тұрғанымен, зияны да дәл сол қышқылдылығынан болады. Бұндай зиян тұсы асқазаны сыр бергендерге қатты соққы болып тиеді. Әсіресе гипертония кезінде және инапил негізінде препараттар қабылдайтын науқастарға көп қолдануға болмайды. Жидектермен бірге ол бүйрекке ауыр жүк болып түседі.
Сонымен қатар құлпынай күшті аллерген. Сол үшін оны мәзірге біртіндеп енгізіңіз. Ал құлпынайдың бет маскасын алдымен терінің шағын бөлігінде тестілеп көргеніңіз жөн болады. Құлпынай бүлдіргендер тобы раушангүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік. Биіктігі 20-35 сантиметрге дейін жетеді. Сабағы тік, жапырақтары 3 сапалы, ашық жасыл түсті болып келеді. Өскен кезде мұртшалары пайда болып, мұртшалар арқылы өсімдік тез арада көлденең жайылады. Құлпынайдың гүлдері 5-12 күлтелі, ақ түсті болып келеді. Гүлдері әрқашан жапырақтарының үстіңгі бетінде орналасады. Құлпынайдың дәрумендерге аса бай екендігі баршамызға мәлім шығар. Құрамындағы С дәруменінің мөлшері цитрус өсімдіктеріне қарағанда анағұрлым жоғары. Сонымен қатар құлпынай дәрумендерге бай. Құрамындағы С дәруменінің мөлшері цитрус өсімдіктеріне қарағанда жақсырақ болып келеді. Сонымен қатар минералдар мен микроэлементтері де көп болып келеді. Темір, магний және йод құлпынай құрамында шамалы мөлшерде кездеседі. Құлпынай дәрумен жетіспеушілікке өте пайдалы. Ағзаны тазартып, зәрді және терді айдайды. Құрамындағы антиоксиданттар қартаю процесін тежейді. Құлпынайдың пайдалы және емдік қасиеттері. Құлпынайдың негізгі артықшылықтары олардың бай минералды құрамы және олардың құрамындағы дәрумендер болып табылады. Оны қолдану пайдалы дәрумендер мен минералды тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі және ағзаның иммундық қызметін жақсартады. Құрамы бойынша бұл жидек жүрек тамыр жүйесін нығайтады, қан тамырларының қабырғаларын серпімді етеді, иммундық жүйені нығайтады, дененің аурулардан кейін қалпына келуіне көмектеседі. Құлпынай метаболизмді жеделдетеді, ағзаны токсиндерден тазартады, асқазан ішек жолын жақсартады, іш қатуды жояды. Құлпынай және анемиядан арылуға көмектеседі. Қабынуға қарсы және дезинфекциялық қасиеттері бар. Қан қысымын ақырын төмендетеді, гипертония мен жағдайды жеңілдетеді, көзді көру қабілетін жақсартады, көздерді аурулардан қорғайды, тоқтап қалған өт шығаруға көмектеседі. Антиоксиданттық қасиеттерге байланысты қартаю процесін баяулатады екен. Бала тағамына құлпынай қолдану денені пайдалы заттармен қоректендіреді және кез келген инфекцияларға қарсы тұруға көмектеседі. Бірақ сіз оны нәрестелерге 7 айдан ерте емес және қатаң бақылауда бере аласыз, өйткені құлпынай аллергенді болуы мүмкін. Видео пайдалы болған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақындарыңыз бен достарыңызға жіберулеріңізге болады. Ешқашан ауырмаңыздар. Сау болыңыз.